Бесік жыры. Бесіктің нақты қай заманда қолданысқа енгенін ашық айтар дерек көзі жоқ. Бірақ ерте дәуірлерден бері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқаны дау туғызбайды. Өткен ғасырда тарих, этнограф, археология, филология, өнертану ғылымдарына айрықша еңбек сіңірген ғұлама ғалым Әлки Марғұланның ежелгі жыр аңыздар деген 1985 жылы шыққан еңбегінде бесіктің сонағұн заманында ақ белгілі болғанын былай жазады. Орталық Қазақстанда ғұн өнерінің көп табылған жері Көкшетау облысы Бурабай көлінің жағасы. Онда бір обаның өзінен толып жатқан алтын, күміс, қолдан жасалған заттар тізбегі шыққан. Одан шыққан өрнектер тұрмыстың үш түрлі тілегіне сай келеді. Баланың бесігін ардақтау, әйелге әдемі әшекейлер жасау, ат тұрмандарды көркемдеу. Ең әдемі дүниелер баланың бесігін көркемдеуге арналған. Мұндағы суреттердің барлығы айдың, күннің көзі сияқты сыртын шығыңқы моншақтаспен, алтын күміспен жебелеп отырған. Оның барлығы баланың бесігін ардақтау, оның әдемілеп көрсету. Бесікті сақтаушы ретінде алтынға боялған моншақпен әсемдеп бүркіттің суреті, оның негізін ағаштан безеген. Түргеп тұрған бөрінің суреті алтыннан қиып жасаған. Осындай мағлұматтарға қарағанда бесік өте ерте дәуірлерде ақ болған екен және ерекше ардақталған екен. Бесік қазақ халқының көзінің қарашығындай ардақтаған қасиетті мүлкі. Ол періштедей пәк бейкүнә сәби жататын жылы ұя, құтты мекен. Бір әулеттің ұрпағы өсіп жетілетін, әкеден балаға қалатын киелі қазынасы. Қазақ бесікке кез келген ағашты пайдаланбаған. Көбінесе иілуге икемді әрі бөтен иісі жоқ талдан жасаған. Талбесіктен жербесікке дейін тәрбие талбесіктен талбесікке таянған деген секілді сөздер осыған байланысты шыққан. Сонымен бірге көнеден қалған бесік жырының бір үлгісінде жылама бөпем жылама, анашынды қинама, аршама екен бесігі, алар ма екен әкесі, өрік бекен бесігі, сүйер ме екен әкесі, жидемекен бесігі, жігіт бекен әкесі, жылама бөпем жылама, ата-ананың қинама, әлдей дегеніне қарағанда арша, өрік, жиде секілді төзімді, құрт түспейтін, оңай шірімейтін әрі хош иісті ағаштардан жасалғаны көреміз. Қазіргі базарларда сатылатын бесіктердің қандай ағаштардан жасалғаны белгісіз және әлемештеп, сырлап, лақтап тастаған. Көзге тартымды әдемі көрінгенмен құрамында химиялық түрлі қоспалары бар бояулармен боялған. Ағашы да беймәлім. Бесіктер баланың денсаулығына зиянын тигізетінін ұмытпаған жөн. Ертеде бесікке қына, жоса секілді табиғи таза бояуларды қолданған. Өйткені бұл бояулардың құрт құмырсқа, шыбын шіркей секілді жәндіктерді үйір етпейтін әсері болған. Халқымыз атын жалында, түйенің қомында жүргенін қарамай бесікті өте күтіп, жабдықтарын кіршіксіз таза ұстапты. Бір бесікпен бір әулеттің балалар өсіп өнген. Оны айтас, әкесі жатқан бесікке баласы да жатқан. Сондықтан да қаншама ұл қыз өрбіп жетілген бесікті қадірлеп қасиет деген сонау ақтабан шыбырынды атанып қазақтың сансыратқан қысылдаян жаугершілік заманда халқымыз басқа дүниесіне қарамай алдымен бесігін қорғап, бесігін арқалаған екен. Қазақтың бесігі шашылып далада қаңырап қалған кесі кеңес дәуірінде 32-нің зұлматында болған. Қазақ бесіктен аттамаған, аяқ тигізбеген бұл қатал тыйым, кесірлену, астамшылық күнә болып саналған. Бесікті бұзу, қирату ұрпағының өспесін деген қара ниет жаудың қан безер
Дұшпанның әрекеті бесік әбден тозып мүлде қажетке жарамайтын жағдайға жеткенде өртеп күлін таза жерге немесе ағаш түбіне көміп тастайды. Біреуге бесік бергенде құр жібермейді, орамал байлап жібереді. Ешқашан бесік сатпаған, бесікті саудаламаған, бесік жасаған адам кесімді баға талап етпеген. Бесік иесі қолыңыз құт болсын деп таза көңілмен өз қалауымен шебер еңбегіне риза болатындай ақы сый ұсынады екен. Даланың жазылмаған осы бір қағидасында қаншама тектілік, адамгершілік жатыр. Тұрмыс тіршілік қалыбына қарай ыңғайланып жасалған қазақ бесіктері замандардан өтіп күні бүгінге дейін бала өміріне елеулі игілігін көрсетіп қызмет етіп келеді. Рас, кеңес үкіметінің орнауымен бірге талай рухани қазыналарымызды ескіліктен қалдығы деп қазақтың бір текті қалыпты жағдайынан ту талақай етіп тұғыр тағанымен бірге қопарып тастауға күш салған саяси жүйе ұлтқа көп кесірін тигізді. Өйткенін бәрін өртеп күл етуге, құрдымға кетіруге құлшынған сол дәуірде баланы бесікке бөлу зиян, бұл жабайы тағылық деп тыйым салған да кез болды. Түкпірдегі қазақ ауылдары болмаса бұлайғы жерде, әсіресе қалаларда баланы бесіктен ақыры ажыратып тынды. Бүтін бір ұлттың бесік көріп, бесікке өскенін сол халықтың ішінен небір аймандайлы марқасқалардың шыққанын, яғни ақиқатты көрер көз болмады. Өкініштісі сол, өзіміздің аңқау қазағымыздың талайы астынан су жіберген жұмысқы қастандыққа ойланбай, мән бермей ілесе кетті. Шолақ белсенді атанып, дүрмекке үн қосып, ұрпағы бесік қадірін білмей өсті. Тағы бір ұлттық қасиеттен махрұм қалды. Ойлап қарасаңыз, перзенті үшін табаны сойылып, алақаны ойылып, жаны қиюға даяр тұратын халық өз қолымен зиянды нәрсе жасай ма? Керісінше, бесіктің бала денсаулығына, тазалығына, мінез құлқының жақсы қалыптасуына мол пайдасы болғандықтан ғасырлар бойы пайдаланды ғой. Айталық, бесікте бала жылы әрі таза, ұйқысы тыныш, жайлы жатады. Бесіктегі сәбиді кіш еткен сайын ашып жаялық ауыстырудың қажеті жоқ. Мұның өзі салқын тиіп, одан туындайтын ауру сырқаудан аулақ етеді. Бесік баланы кездейсоқ қауіп-қатерден құлап қалып майып болудан сақтаған. Көшпенді халық үшін бесікті көші-қон кезінде бөлуді баламен бірге алып жүруге де ыңғайлы болған. Бесік жатқан баланың қол-аяғы түзу, денесі шымыр болып өскен. Сонымен бірге мінезі, жайдары, байсалды қалыптасады. Сөзге тосқау, сабыр сақтау, салмақтылық, әрі іске төзіммен табандылық таныту, мұның барлығы біздің халыққа тән қасиеттер еді. Адамның осындай сапада ер жетуіне бесік тәрбиесінің маңызы зор болған. Ал бесікке бөленбей бос жатқан бала өз қолының қимылын өзі шошып, оянып, ұйқысы бұзылып, мазасы кетеді. Жай жатқанның өзінде қол-аяғы тынымсыз қозғалысқа болады. Бесіксіз өскен балаға қолға көтеруге, тек қолға ұстауға үйренеді. Өзгенің көмегіне тәуелділікке жаттығады. Бұл дегеніміз жаңадан тамыр тарта бастаған баланың мінез құлқының әдет дағдысына кері әсер етеді. Анығын айтқанда, тынымсыз жеңілдік, беймаза жыбырлаған болады. Бұлардың көпшілігі өскенде де шешесінің етегіне оралып, өздігінен әрекет жасауға құлқысыз, үнемі басқадан көмек күтіп тұратын жігерсіз жалтақ мінезді иеленеді. Байқасаңыздар, бізде бірнеше буынның жаратылыс болмысында айтарлықтай ауытқулар көрінеді. Бірін-бірі тыңдамайтын, сабырсыз, сөз қадірін ұқпайтын, ұшқалақ, айналасындағы құбылыстарға төзімсіз, әр нәрсеге еліп ететін, еліктегіш, масылдықты мін көрмейтін бос бүйлеулер бесікке бөленбей ана әлдейін естімей өскен ұрпаққа тиесілі екенін мойындауымыз керек ақ. Бесікке жататын баланың бір ерекшелігі бесігін аңсап тұратындығы. Ондай балалар бос жатып ұйықтамайды, кәдімгідей бесігіне қарағыштап,
беймазаланып жылай бастайды. Сол кезде бесігін жасап жатқыза қойса, бірден тынышталып қолы аяғын өзі-ақ созып ыңғайлана қалады. Емізіп, қарнын тойғызған соң тербетпей жатып маужырап ұйқыға кетеді. Үсті жылы, асты құрғақ жайлы ұйықтап, мамыражай оянады. Сол кезде анасы әндетіп отырып, ботамды шешіп алайын, ай жүзіне қарайын, рахаттана керілсін, қуандырып анасын, деп баланың бесіктен шешеді. Сәби емін-еркін керіліп, созылып бір қуанады дейсін. Жаттығу жасап, өз жағдайын жақсартып жатқандай көрінеді. Бесіктегі бала бес түлейді деген осыдан шықса керек. Қайсы бір балалардың бесікке бауыр басатын сонша еңбектеп жүргенде қастырып тілі шыға бастағанда да бесіктен айырылғысы келмей құмартып тұрады. Осыған орай біздің ауылда жуалыда әлі күнге дейін ауыздан ауызға көшіп ұмытылмай айтылып келе жатқан аңыз бергісіз, бірақ шынайы болған бір әңгіме бар. Бізге 3 атадан қосылатын әулеттің келіні бесіктен шыққысы келмейтін баласын бесікке бөлеп өзі суға кетеді. Отағасы мал қарап жүрген бе, әйтеуір үйде ешкім жоқ. Әркім өз шаруасымен жүрсе керек. Сусын ішкісі келген бір жолаушы сол үйдің алдына келіп, кісі үйіне бас көктеп кірмейтін қазақ дәстүрімен кім бар-ау деп дауыстап сыртта адам тұрғанын хабарлайды. Кіре бер деген жауапты естіп үйге кіреді. Қараса киіз үйдің ішінде ешкім жоқ. Төрде бала бөлеулі бесік қана тұр екен. Жаңағы дауыс үй сыртынан шықты ма қалай деп алды-артына аңтарылып қарайды. Сол кезде бесік жақтан өршеде ашылмал бар, өзінде іш, маған да бер деген сөздерді ап-анық естиді. Сонда шошып кеткен жолаушы ойбай деп есікті ытқып шыққанда су көтерген келіншектің шелегіне соқтығып құлап үсті-басы малмандай су болады. Ауыл адамдары оқыс шудың мән-жайын біліп әбден күлкіге батқан екен. Қазірге дейін сол әулеттің бір адамы әлденеге кібіртіп сөзден тосыла бастаса, «Ей, неменеге күмілжіп тұрсын, сенің атан бесікте жатып сөйлеп, жолаушыны құлатқан» деп жатады.